Әжетханада сөйлеме деген тыйымның мәнін білесіз бе? Сәлем достар, сіздермен бірге Тәнсаулық арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Әжетханада отырғанда неге сөйлеуге болмайды? Қазіргі таңда бұл тыйымды қатаң ұстанатындар бар болғанымен, көпшілігі емес, әсіресе жастарға мұны ескерте жүргеніміз абзал. Себебі еңбектеген баладан бастап, еңкейген қарияның өзі телефонсыз жүрмейді. Ал ол телефон қолынан түспейді. Әжетханаға да бірге ала кіретін адамдардың көптігі де жасырын емес. Ал телефонды әжетханаға алып кірген адам сол жерде отырып телефонға түскен қоңырауға жауап беріп жатады. Әлбетте, бұл әжетханада отырып сөйлеуге жатады ғой. Ал әжетханада отырып сөйлесуге тыйым салынған. Бұған шариғатта тыйым салған. Ата-бабаларымыздың ежелден ұстанатын тыйымдарының бірі. Пайғамбар заманында бір жігіттің әжетханада отырғанда сырттағы кісімен сөйлесе беретін жаман әдеті бар екен. Мұны байқаған әкесі: «Ұлым, дәретте отырғаныңда сөйлейтініңді байқадым. Мұның жаман әдет» дейді. «Онда тұрған не бар әке?» дейді. «Әрбір сөзді жазып алатын екі иығыңда екі періште отыр. Оның атын кітапта Кироман Катибин дейді. Періштелер өте пәк жаратылыс. Адам әжетханаға кіргенде олар лас жерге кірмей тыста тұрады. Сен әжетханада сөйлесең, періштелер сөздерді жазу үшін амалсыз шайтанның үйіне кіруге мәжбүр болады. Бұл Құдайға ұнамайтын қылық» деді әкесі. Ал жаман әдетінен тыйылыпты. Әжетханада сөйлеуге болмайды деген ырым осыдан қалыптасқан екен. Неге әжетханада түкіруге болмайды? Шариғат тұрғысынан алып қарағанда мұны жасауға болмайды делінсе де, бұдан хабарсыз адамдарға жақсы түсіндірме. Қай жағынан алып қарасаңыз да, бұл тыйымның астарында үлкен мағына бар. Шайқы-бұрқы бірде іблісті көріп қалады. «Әй малғын» дейді оған дауыстап. «Осы сен адамды азғыруыңды қашан тоқтатасың? Мен оны өлгенше азғыра беремін. Әлсіздердің иманын алмай қоймаймын. Мен үшін ең қолайлы сәт өлім сәті» депті. Шайқы-бұрқы: «Не үшін олай дедің?» «Пенденің ақтық демі тақағанда оны шөл қысады. Бірақ астындағы ет бауыр жақындары науқастың бұл халінен бейхабар болады. Сол кезде иманды ұрлауға мен келемін. Бір тамшы суға зәру болып қаталап жатқан бейшараға кесе толы суды көрсетемін. Алла жоқ, пайғамбар жалған деп айтсаң, мына суды беремін деп алдаймын. Егер оның сенімі әлсіз болса, менің дегеніме көнеді. Иманын бір кесе суға айырбастайды. Малғұн, бір кесе таза суды саған кім береді деп сұрайды. Менде таза су жоқ. Кеседегі су оның өмір бойы әжетханаға түкірген өз түкірігі. Әжетханаға менің үйім болғандықтан мен оның бәрін жинап сақтаймын. Иманын сатқан сәтте түкірігін бетінде шашып жіберемін» депті шайтан. Шайқы-бұрқының тұла бойы түршігіп кетеді. Содан бастап әжетхана ішіне түкіруге болмайды деген тыйым қалыпты. Әжетханаға кіру тәртібінің сүннеттері. Әжетханаға жалаңбас кірмеу. Әжетханаға жалаң аяқ кірмеу керек. Әжетханаға кірерде дұға оқу. Әжетханаға сол аяқпен кіру. Қажетіңді отырып орындау керек. Тұрып өтеудің қажеті жоқ. Қажетіңді өтеген тұста құблаға жүзіңмен немесе арқаңмен қарап отырмау керек. Әжетханада сөйлемеу керек. Зәрдің тамшылары киімге немесе денеге тимеуін қадағалау қажет. Қажетті өтеп болған соң өзіңді сумен тазарту керек. Әжетхана қағазымен тазаланып, кейін сумен жуынған абзал. Әжетханадан шыққан да оң аяқпен шығу керек. Әжетханадан қажет өтеп болған соң дәрет алу керек.